Баршаңызға қайырлы күн, көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оңай және де қытырлақ болып шығатын вафлидің рецептін ұсынамын. Алдымен жұмыртқамызға шекер салып, жақсылап венчикпен біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз. Біздің жұмыртқалы массамыз жақсы араласқаннан соң оның үстіне сүт және де ерітілген сары майымызды қосып, тағы да біркелкі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Келесі кезекте еліктен өткізілген ұнымызды аз-азын сала отыра массамызды тағы да жақсылап араластырамыз. Ұнды барынша бірнеше бөлікке бөліп салыңыздар, сол кезде біздің массамыз біркелкі әдемі масса болып шығады. Құрметті көрермендер, біздің массамыз осы видеодағыдай қоюлықта болуы қажет. Келесі кезекте вафли пісіретін құрылғымызды жақсылап қыздырып дайындап қоямыз. Аз ғана май жағып жіберуді ұмытпаңыздар. Және де бір ожауды толтырып құйып, қақпағын жауып, шамамен 5-7 минут аралығында пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің алғашқы вафлиміз пісіп дайын болды. Ыстық күйінде вафлимізді осылай орап дайындап қоямыз. Сол кезде формасын жақсы ұстайды. Барынша ыстық күйінде орауға тырысыңыздар. Және де сонымен қатар вафлиміз қытырлақ болу үшін шамалы қызартып пісірген дұрыс. Сол кезде қытырлақ және де өте дәмді болып шығады. Барлық вафлимізді осылай бір ожаудан құйып пісіріп аламыз. Мендегі ожау блинниге арналған ожау. Егер сіздерде бұндай ожау болмаған жағдайда 2 ас қасық құйып пісірсеңіздер болады. Құрметті көрермендер, егер осы рецепт ұнап жатса, пайдалы болып жатса, менің каналымның алға қарай дамуына өз үлесіңізді қосып, каналыма тіркеліп, видеоларды өз туыстарыңызбен, достарыңызбен бөліссеңіздер, өте қуанышты болар едім. Алдағы уақытта көптеген пайдалы рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Осымен біздің вафлиларымыз пісіп дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай қытырлақ, жұмсақ және де өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған Әсел. Баршаларыңызға рахмет достар.